Осы көрермендеріміз сіздерге арнайы конверттерде сұрақ жіберген болатын. Сол сұрақтарға мән беретін болса, осы сұрақтардың жауабын сіздерден көрерменнен келген сұрақтар дейді, Мерейге алдына көрерменнен бірнеше сұрақтар келген екен. Оқи қояйық. Бізде бірінші сұрағымыз Сегізаяқ өлеңінің құрылысында қандай ерекшеліктер бар? Бұл өлеңнің идеясы неде? Әр топқа енді аламыз ғой дейді. Келесі сұрақты көрейік. Өлеңнің елдің сауданың тегін еліңе бойлап маңызды. Адал болып айтап, адам болып малтап, қуансаң қуанды сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең кісінен бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қор болып қорға атылас. Өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрсын көзің ашылмас. Ұятың арың оянсын, ол сөзіңді ойлансын. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, асырап ардың баласын. Жау болып досқа, таласып босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасын. Өтірік шағын болды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Өлгенге жолыз, осылай болғыз. Талаптың дәмін татуға. Білмеген соқыр, қайырсыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім. Құлағын салмас, тіліңді алмас, көп наданнан түңілдім. Ерікке ме құйрығын, ұста жетсін бұйрығын. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыз көрер жерім жоқ. Ағайын бет көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар ерім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым. Жақсы, рахмет көп. Енді біз осы өлеңдерін жай ғана айтып қоймай, сонымен қатар бұл өлеңнің астарында не жатқанын, айтқан әр шумақтарымыздан қандай мағына бар, қандай өлеңнің идеясы неде, барлығы осы. Тәлім, тәрбие бұның бала, қандай тәлім, тәрбие аламыз. Ол туралы ойларыңыз қандай сіздердің жалпы? Менің есімім Сапарғали Жошула. Мен осы бірінші, екінші шумақтан ерекше өзім әсер алдым. Мән мағынасы да ерекше екенін бірден көрдім. Абайдың сөзді астарлап, оны өлең шумақтарына қосу. Мен Бәкет танышым. Бүгінгі ғаламда жастардың оқу білімге ұмтылуы өте жақсы. Яғни жастардың көбісі осы ғылымда мықты идеясы жоқ өнегелі сауатты болып бара жатыр. Яғни былайша айтқанда оқыған өнегелі азаматтар көбейіп жатыр. Жақсы, сонда бізге білім деген бізге баяғыша қаралы қазақ болып отыра бергеніміз жақсы ма әлде? Білімді болғанымыз дұрыс па? Дамығанымыз жақсы, иә? Дамығанымыз жақсы, білімнің бізге пайдасы зор болып жейік деген ойда. Жақсы қарай кетсек. Біздің сұрақтарымыз, көрермендеріміздің сұрақтарына жауап берген уақытта біздің электронды почтамызға бірнеше көрермендердің сұрақтары келген екен. Соның арасынан біздің мағжанға сөз берейік, Сегізаяқ өлең құрылысының бірінші шумағын аламын. Алыстан сермеп жүрген жерде шымырлап бойға жайылған. Дуадан шауып, итінің тауып, тағыны жетіп қайырылған. Толғауы тоқсан жақсы, қараңыздар, бірінші екінші тармақ қандай қасағын? Бағдархан, сегізсіз режимді алсам. Қазір қиын балалар. Кішкене қозғалыңдар, шаршадыңдар ғой, кішкене қозғалыңдар. Осы да білесіз ғой, сөз қандай мен сөзді білмеймін. Ой, күрсіндер, больше бәрін күрсіндер, ең бастысы басына аман болсын дер. Сегізаяғымен салыстырам дейді ғой. Тояды қармай тіленбей, егінді таудан тегін, ойға маңыз бер. Ал, көрейік.
әнге қатысты. Ән болатын болса қазіргі заманның әні мен абайдың әнінің арасы